Сәлеметсіздер ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы РНК түрлері және оның қызметі. Дәрістің мақсатына келетін болсақ, РНК рибонуклеин қышқылы тұқым қуалаушылық ақпаратын іске асырудағы қызметін ұғындыру. Дәрістің міндеті РНК рибонуклеин қышқылы тұқым қуалаушылықта рөлі және химиялық құрамы, құрылысы мен қызметімен таныстыру. Дәрісте кездесетін түйінді сөздер РНК, АРНК, яғни ақпараттық РНК, ТРНК, тасымалдаушы РНК, РНК, рибосомалық РНК, трансформация, трансдукция, трансляция және рибосома ақуыз деген терминдік сөздер дәрісте кездесетін болады. Дәрісте қаралатын сұрақтар: бірінші, РНК және оның түрлерін, рибонуклеин қышқылы, химиялық құрамы және құрылысы. Екінші, РНК және оның түрлері, рибонуклеин қышқылының тұқым қуалау ақпаратының берілуі барысындағы қызметі, РНК және ДНК-ның айырмашылығы. Жалпы бүгінгі дәріске кіріспе ретінде айтып кететін болсақ, жалпы өсімдіктер генетикасы бұл жалпы өсімдіктердің шаруашылық құнды белгілері мен қасиеттерін, тұқым қуалаушылық және сонымен қатар өзгергіштік қасиетін зерттей келе, жалпы шаруашылықтағы құнды белгілері мен қасиеттерін асыра отырып, жоғарылата отырып, өнімділігін арттыру мақсатында өсімдік генетикасының жалпы және селекцияның маңыздылығы болатын болса, өсімдік шаруашылығында сол себептен де жалпы өсімдіктер генетикасындағы тұқым қуалаушылықтың молекулалық деңгейін оқып білу және оны айтып кету міндетті болып табылады. Сол себепті жалпы тұқым қуалаушылықтың молекулалық деңгейіне келетін болсақ, ол негізгі 3 макромолекула бар. Соның 3 макромолекуланың бірі ол РНК, яғни рибонуклеин қышқылы болып табылады. Ал 2 макромолекула ол әрине ақуыз және ДНК, дезоксирибонуклеин қышқылы. Енді бүгінгі біздің қарайтынымыз дәрістегі бұл рибоза нуклеин қышқылы болып табылады. Яғни РНК-ның құрылысы және физика-химиялық құрамымен олардың тұқым қуалаушылық ақпаратындағы жалпы қызметі және оны іске асыру барысымен танысу. Енді жалпы сіздер көріп отқандайыңыздай РНК-ның қосылуы және ажырауы дегеніміз жалпы бұл макромолекула РНК ДНК-ға қарағанда ол тұрақсыз және кез келген уақытта өзін қайта өндіре алатын және өзгеріске ұшырата алатын макромолекула болып табылады. Сол себепте мына сіздер көріп отқандарыңыздай жалпы РНК бұл бір тізбекті болып келеді және РНК-ның қосылуы дегеніміз жалпы белок синтезіне дейін және тұқым қуалаушылық ақпаратының берілуіне дейін РНК-ның өзінің қосылу процесі жүреді және оны алдыңғы суреттерді атап көрсететін болам. Жалпы РНК-ның түрлеріне қарай, сол түрлерінің бәрі жаңағы биосинтез процесінде қайта қалыпқа келтіру және соның синтезі биосинтез процестері жүреді. Сол себепті де РНК-ның қосылу процесі жүреді және ажырау процесі жүреді. Яғни қосылу және ажырау процесі ДНК сияқты, яғни дезоксирибонуклеин сияқты 5 ұшы мен 3 ұшы болады. Яғни басталуы, РНК-ның қосылу басталуы 5 ұшынан басталып, 3 ұшына дейін жүреді және барлық көрсетіліп тұрған РНК-ның тізбегі, яғни нуклеотидтерден, мононуклеотидтерден тұрады және бұл мононуклеотидтер бір тізбек бойында тізбектеле отырып, полинуклеотидтер тізбегін құрайды. Келесі, рибонуклеин қышқылы жалпы бұл жаңа атап өткенде жоғары молекулалық байланыс болып табылады. Нуклеин қышқылының типі болып табылады, яғни РНК-ның бір типі және ол табиғатта өте кең таралған, яғни көмірсудан, рибоза қантынан және азотты негіздерден тұратын жалпы жоғары молекулалық қосылыс болып табылады. Енді РНК-ның жалпы химиялық құрамына келетін болсақ, РНК-да жалпы ДНК сияқты фосфор қышқылының қалдығынан тұрады, яғни көріп отқандарыңыздай сары түспен белгіленген. Сонымен қатар қанттан тұрады, яғни көмірсу қанты, бірақ қанттың мономері болады РНК-да, яғни рибоза. Ал ДНК-да, яғни ол 5 қанттық молекуласынан тұрғандықтан, оны дезокси, яғни 5 молекула қанттан тұрады. Ол өте күрделі құрылыс болып табылады РНК, және ол РНК тұрақты және тұқым қуалаушылық ақпаратты сақтап және беріп отыратын тұрақты макромолекула болып табылатын болса, РНК, яғни осы генетикалық ақпаратты
сақталып тұрған генетикалық ақпаратты беріліп, жалпы белок синтезін жүруін қамтамасыз ететін макромолекула болып табылады. Сонымен қатар азотты негіздерден тұрады химиялық құрамы. Азотты негіздерде дезоксирибонуклеин қышқылдар сияқты 4 нуклеотидтен тұрады. Аденин, бірақ РНК-да тимин болатын болса, рибосомада урацил болады. Яғни урацил тиминға қарағанда бір сутектік байланыспен байланысатын өте қарапайым азоттық байланыстың бірі болып табылады. Міне осы азоттық байланыста ғана өзгеріс бар. Яғни тиминнің орнына РНК-да урацил, сонымен қатар ары қарай цитозин және гуанин деген 4 нуклеотидтен тұратын азотты негіздер. Яғни тағы да атап өтетін болсақ, РНК-ның химиялық құрамына, яғни азотты негіздер аденин, урацил, цитозин, гуанин және қант, яғни көмірсу, рибозадан, сонымен қатар фосфор қышқылының қалдығынан тұрады. Химиялық құрылысында көріп отырсыздар. Келесі РНК-ның түрлеріне келетін болсақ, яғни бұл РНК-ның 3 түрі бар, яғни тасымалдаушы РНК, рибосомалық РНК және ақпараттық немесе матрицалық РНК деп РНК-ның 3 түрі болады. Яғни бұл 3 түрі жалпы генетикалық ақпараттардың жаңа тұқым қуалаушылық процестердің белгілері мен қасиеттерінің берілу процесінің жүруіне қарай биосинтез процесі жүру арқылы осы 3 РНК өңделеді және осы 3 РНК арқылы жалпы тасымалдау, ядродан ДНК-дағы барлық генетикалық ақпараттарды көшіріп алу, яғни транскрипция, трансляция деген процестердің бәрі осы РНК-ның қызметтері арқылы жүзеге асырылатын болады. Енді ақпараттық РНК-ға келетін болсақ, ақпараттық РНК бір тізбекті, ұзыннан көріп тұрғандарыңызда, ұзыннан бір тізбекті РНК болып табылады. Бұл ақпараттық РНК-ның қызметі ядрода орналасқан ДНК-дағы барлық генетикалық ақпараттарды мононуклеидтік тізбектерден тұратын полинуклеотидтік тізбектер арқылы, яғни нуклеотидтер арқылы барлық ақпараттарды көшіріп алу процестерін жүзеге асыратын РНК-ның типі болып табылады. Келесі тасымалдаушы РНК. Енді тасымалдаушы РНК-ның бірнеше түрін көретін боласыздар. Яғни тасымалдаушы РНК-мыз бұл жалпы жоңышқа тәріздес болып келеді, көріп отырғандарыңыздай. Және әрбір мономерден тұратын полинуклеотидтік тізбектерді міне әртүрлі түспен бояп қойған, сол арқылы байқауға болады. Яғни полинуклеотидтік тізбектер әрбір мононуклеидтік тізбектерден тұрады. Міне көк, қызыл, жасыл түстілермен өзгертіп көрсетіп қойған. Бұл жалпы рибосомалық РНК-ның сыртқы пішіні бойынша, яғни осындай жаңағы жоңышқа тәріздес, бірақ жаңа полинуклеотидтік тізбектер арқылы ұзыннан ұзақ болғандықтан осындай ширатылған түрде кездесетін болады рибосомалық РНК. Енді жалпы рибосомалық РНК-ның қызметіне келетін болсақ, рибосомалық РНК бұл ақпараттық РНК-ны ядродағы ДНК-дағы барлық генетикалық ақпараттарды көшіріп алған ақпараттық РНК-ны ядродан алып цитоплазмаға рибосомалық РНК-ға жеткізіп, негізгі белок биосинтезін жүргізетін тасымалдаушы РНК болып табылады. Өздеріңіз көріп отқандардай, яғни мононуклеотидтік тізбектерден полинуклеотидтік тізбектерді көріп отырсыздар. Аденин, гуанин, цитозин, аденин, гуанин деген, яғни триплеттерден тұратын полинуклеотидтік тізбектерді көріп отырсыздар. Осы полинуклеотидтік тізбектер арқылы әрбір кодондарды кодтай отыра жалпы биосинтез процесін жүргізетін және тасымалдап отыратын рибосомалық РНК-ның типі болып табылады. Келесі жалпы РНК-ның құрылысы көрсетілген, яғни бір тізбекті және ДНК-мен салыстырып қойғанда, яғни қарасаңыздар, мононуклеотидтен тұра отырып, полинуклеотидтік тізбектерден тұрады, яғни түрлі түспен көрсетілген, және цитозин, гуанин, аденин, урацил деген азотты негіздер және фосфор қышқылының қалдықтарын. Бір мономерді сіздерге
қызыл түспен бояу арқылы көрсетіп қойған, яғни бір фосфор қышқылының қалдығынан және азотты негіздерден сонымен қатар қанттан тұрады деп белгілеп қойған. Бір мономер арқылы бірнеше полинуклеотидтік тізбектер жалғасын тауып, яғни полипептидтік тізбектер құрайды. Солай отыра жалпы РНК-ның тізбектік бойлық тізбегін құрайтын болады. Енді РНК мен ДНК-ның құрылымдарын салыстырып келетін болсақ, жалпы ДНК бұл яғни клеткадағы ядрода орналасады, рибонуклеин қышқылы, және бұл жалпы генетикалық ақпараттарды, жаңағы тұқым белгілері мен қасиеттерін ата-аналықтарындағы сақтайтын тұрақты макромолекула болып табылады. Яғни мен айтып өткенде, яғни бұлардың көмірсулары, яғни қанттар 5 сақиналы болып келеді, пентоза, яғни дизокси, және фосфор қышқылының қалдығынан және азотты негіздерден тимин, аденин, цитозин, гуанин деген азотты негіздерден тұрады. Ал РНК-ны көріп отырсыздар, оң жақтағы, яғни РНК-да дәл ДНК сияқты химиялық құрамын салыстыра келгенде жалпы көмірсудан тұрады, айтып кеткенде, бірақ ол көмірсу яғни бір сақиналы рибозадан тұрады. Және азотты негіздерге келетін болсақ, тиминнің орнында РНК-да урацил аденинге комплементарлы, яғни Чаргафтың ережесі бойынша цитозин гуанинге комплементарлы бола отырып, мононуклеотидті тізбектер полинуклеотидті тізбектерді қатарласа отырып тізіп, және жалпы ДНК-ның ұзақ полимерлік тізбегін құрастыратын, жалпы былай айтқанда скелеті, яғни құрылымдық өнімі болып табылады. Жалпы міне, яғни ДНК бұл тұрақты символ, атап өткенде ол ДНК өзгермейді, және нақты сол күйінде ядрода қалатын болса, РНК, яғни ол өзгерістерге кез келген уақытта дайын және өзгеріп отырады. Жалпы РНК-ның биосинтезіне келетін болсақ, екі процестен тұрады РНК, яғни ол транскрипция және процессинг деген екі процестен тұрады. Транскрипцияда жалпы ДНК-ларының өзінің белгілі субстраттары болады, яғни АТФ, СТФ, ГТФ деген субстраттар болады. Сол субстраттар арқылы жалпы РНК-лардың жаңа құрылуы, қосылуы, ажырау процестері жүреді. Сонымен қатар процессинг дегеніміз жалпы субстраттар арқылы, сонымен қатар РНК-ның ферменттер арқылы РНК-лардың типтері, яғни ақпараттық, тасымалдаушы және рибосомалық типтері құрастырылып, және өздерінің қызметтерін атқаратын болады. Және жаңағы ферменттер арқылы жалпы биосинтез процесі, жалпы белок процесінің жүруін қамтамасыз етіп, және тасымалдау процесіне қатысып, жалпы белок биосинтезінің процесін жүргізетін осы РНК болып табылады. Міне РНК-ны көріп отырсыздар, яғни ортада қызыл түспен көрінген осы РНК-ға келіп, тасымалдаушы РНК-ның, яғни жалпы көкпен боялған үлкендеу келген, және жалпы ДНК-ның РНК-лардың типтерінің ішіндегі ең үлкен ірісі бұл тасымалдаушы РНК болып табылады, ал ішіндегі ең ұсағы ол ақпараттық РНК болып табылады. Ал рибосомалық РНК бұл жалпы жасушаның цитоплазмасында орналасқан, білесіздер, РНК-ның өзі екі типтен тұрады. Рибосомалық РНК ол үлкен суббірліктен және кіші суббірліктен тұрады. Осы екі суббірліктің арқасында жалпы амин қышқылдарының өңделуі, белок биосинтезі жүретін болады. Яғни ол тек рибосомалық РНК тек қана цитоплазмада орналасқан. Ал сіздер көріп отқаннан ақпараттық РНК, жасыл түспен боялған және көк түспен боялған тасымалдаушы РНК бұл әрине ядродағы, ДНК-дағы ақпараттарды, генетикалық ақпараттарды жазып алып, және тасымалдаушы РНК арқылы рибосомалық РНК-ға, яғни цитоплазмаға өтетін болады. Сондықтан да жаңағы РНК-ның ақпараттық және тасымалдаушы типтері, яғни бұл жасушаның ядросында да, сонымен қатар цитоплазмасында да жүре беретін типтері болып табылады. Жалпы РНК-ның типтерін, химиялық құрылысын және оның ДНК мен
айырмашылығын атап өттім. Яғни ДНК бұл негізгі макромолекула болып табылады. Нуклеин қышқылдары өзі екі типі бар. Дезоксирибонуклеин қышқылының рибоза нуклеин қышқылы ДНК, яғни бұл тұрақты макромолекула болып табылады, және ол тұқым қуалаушылық ақпаратын ядрода тұрақты түрде сақтап отыратын болса, ал РНК-ның үш типі осы генетикалық сақтап отырған генетикалық ақпараттың екеселенген жаңа трансляция процесінен кейін екеселенген генетикалық ақпараттарды ары қарай жүзеге асыратын, жалпы процестерді жүргізетін осы РНК-ның үш типі болып табылады. Енді генетикалық код дегенге келетін болсақ, генетикалық код дегеніміз бұл жалпы кодоннан немесе нуклеотидтің үш триплетінен тұратын құрылымды кодондар деп атаймыз. Міне өздеріңіз көріп отқандай, міне гуанин, цитозин, аденин, немесе аденин, гуанин, цитозин деп отыр. Яғни жалпы РНК-ның немесе ДНК-ның құрамында орналасқан азотты негіздер 4 нуклеотидтер 3-3-тен триплет құра отырып 64 байланысты құра отырады. Әрбір 3 триплеттері бір амин қышқылдарын кодтайды. Астында көріп отқандарыңызда гуанин, цитозин, аденин бір триплет, 3 нуклеотид бір триплетті құрастыра отырып, аланин деген бір амин қышқылын кодтайтын болады. Келесі де көріп отқандарыңызда, міне келесі триплет келесі амин қышқылдарын кодтайтын болады. Жалпы табиғатта біз білеміз 20 амин қышқылы бар. Осы 20 амин қышқылын осы 4 нуклеотид кодтайтын болады. Ол кодтау үшін әрбір жаңа 4 нуклеотид 3-3-тен бірге отырып, триплетті құрай отырып, әрбір амин қышқылдарын кодтай отырып, жалпы белок процесінің жүруін қамтамасыз етеді. Міне осыны біз генетикалық код деп атаймыз. Енді жалпы ақуыз биосинтезіне тоқталатын болсақ, бұл ақуыз биосинтезі атап өткенде жаңағы жасушадағы цитоплазманың рибосомасында жүреді. Міне жасыл түспен көрсетілген жалпы рибосомалық РНК жоғары жағындағы үлкен суббірлігі, төмен жағында кіші суббірлігі болып табылады. Жалпы қарап отқандарыңызда өте түсінікті ақуыз биосинтезі жүргізіледі. Яғни біріншіден жаңа ақпараттық РНК ядрода орналасқан ДНК-дағы барлық генетикалық ақпараттарды жаңағы алдында атап өткендей нуклеотидтен құралған триплеттер арқылы әрбір амин қышқылдарын кодтай отырып, генетикалық ақпараттарды жазып алады. Ұзын тізбекпен орналасқан ақпараттық РНК тасымалдаушы РНК арқылы тасымалданып цитоплазмаға, яғни рибосомалық РНК-ға келіп, яғни генетикалық ақуыз биосинтезі жүреді. Міне, яғни рибосоманың тізбегіне жаңа ақпараттық РНК орналасу арқылы әрбір триплет әрбір амин қышқылдарын кодтай отырып, нәтижесінде қараңыздар, яғни амин қышқылдарының тасымалдаушы РНК-ның әрбір міне көрсетіп қойған әрбір триплет арқылы амин қышқылдарын кодтай отырып, көк түстегі амин қышқылдар дейтін болсақ, ал әр түспен боялған ақ, қызыл, көк түстер, ол яғни жаңағы нуклеотидтен құралған триплеттер әрбір өздеріне тиесілі амин қышқылдарын кодтай отырады. Жаңа айттым мен, әрбір 4 нуклеотид 3-3-тен триплетті құрай отырып 64 жалпы триплетті құрастыратын болса, оның ішінде 61-і жаңағы табиғи 20 амин қышқылын кодтайтын болса, үшеуі ғана ешқандай амин қышқылдарын кодтамайды, олар мағынасыз деп айтады. Бұлай айтқанда, олар жаңағы жалпы белок синтезінің тоқтауын, яғни стоп сигналын көрсететін триплет болып табылады. Яғни жаңа мағынасыз 3 триплет белок синтезінің процесінде келетін болса, процесінде жалпы бұл бір белок синтезінің аяқталған кезеңін көрсетеді. Мені жалпы оң жақта көріп отырсыздар, толық жаңағы триплеттердің тасымалдаушы РНК-ға жоңғышқаға ұқсас деген мені әрбір ақпараттық РНК-ға триплеттерді алып келу арқылы жаңағы генетикалық ақпараттардың екеселенген процестерін көрсету арқылы жалпы белок процесін өндіріп жатыр. Яғни амин қышқылдарының қызметі бұл жаңағы нәтижесінде жаңа ақуыздарды синтездеп шығару. Жалпы қандай да бір жаңағы организм болмасын,
клетка болмасын, өсімдік болмасын, сол өсімдік бойында орналасқан барлық геномдық жиынтықтар, белгілер мен қасиеттер, гендердің ата-аналарындағы бар белгілер мен қасиеттерін айна қатесіз белок синтезі арқылы жаңағы екі еселеу, яғни жаңа клетканың пайда болу процесі осы жалпы ақуыз биосинтезі арқылы жүреді, және бұл нәтижесі болып табылады. Былай айтқанда, жаңа организмнің немесе жаңа клетканың, жаңа ұлпаның бастамасы, құрылымдық элементі бұл ақуыз болып табылады. Осы ақуыз биосинтезін тікелей жүргізетін осы РНК-ның 3 типі болып табылады. Ол яғни жаңағы ақпараттық РНК, тасымалдаушы РНК және рибосомалық РНК болып табылады. Жалпы міне мен сіздерге бүгінгі дәрісте жалпы осы тұқым қуалаушылық белгілері мен қасиеттеріне жауап беретін екі негізгі макронуклеин қышқылдарының ішіндегі рибонуклеин қышқылының типтеріне тоқтадым, оның химиялық құрамына және құрылысына, және сонымен қатар оның қызметіне тоқтадым. Яғни химиялық құрамы ол жаңа айттық, фосфор қышқылының қалдығынан, азотты негіздерден және қанттан тұрады дедік. Ал құрылысына келетін болсақ, оның 3 типі болатын болды, яғни бір сызықтық ақпараттық РНК, жоңышқа тәріздес тасымалдаушы РНК және екі суббірліктен тұратын рибосомалық РНК типтері, және оның қызметі жалпы ақуыз биосинтезін жүргізу болып табылады. Яғни ДНК-дан, макромолекула ДНК-дан жаңа жалпы ата-аналарындағы бар белгілерін, яғни жалпы айтқанда генетикалық ақпараттарын көшіріп алу арқылы рибосомалық РНК-да ақуыз биосинтезін жүргізу бұл осы 3 типтегі РНК-ның қызметі болып табылады. Енді мұнда жалпы ДНК-ның жаңағы нуклеин қышқылдары, мономерлер көрсетілген. РНК мен ДНК-ның жалпы азотты негіздері атап өткендегідей жалпы құрылысы нақтылап сіздерге түсінікті болу үшін көрсетілген құрылымы болып табылады. Және міне айырмашылығын көріп отырсақ, белгілері жалпы РНК, ДНК екеуі де жіп-жие тәріздес, яғни ол ұқсас болып келеді. РНК ядрода орналасқан, ал ДНК ядрода орналасқан, РНК ол ядрода да, сонымен қатар цитоплазмада орналасады. ДНК-ның ферменттеріне келетін болсақ, ДНК полимераза, ал РНК полимераза болып табылады. Ал азотты негіздеріне келетін болсақ, яғни аденин, тимин, гуанин, цитозин, ал РНК-да аденин, тиминнің орнына урацил, гуанин, цитозин. Қанттар яғни дезоксирибоза, ал РНК-да рибоза болып табылады. Яғни бір сақиналы қарапайым қант болып табылады. Сонымен қатар қызметіне келетін болса, РНК ол генетикалық ақпаратты сақтап, зат алмасу процесін қадағалайтын болып отыратын болса, ал РНК жалпы генетикалық ақпараттар тасымалдайды және жаңа атап өткендей нәруыздарды немесе ақуыздарды биосинтезін тікелей жүргізетін макромолекула болып табылады. Жалпы бүгінгі дәрісті қорытындылай келетін болсақ, жаңағы алдында айтып өткендей, жалпы ауыл шаруашылық дақылдарының қандай да бір белгілерін жақсарту мақсатында жақсарта отырып, оның ауруға төзімділігін немесе құрғақшылыққа, суыққа төзімділігін жақсарта отырып, жалпы оның өнімділігін жоғарылату, негізгі мақсат, яғни өнімі жоғары дақылдарды алу. Сол себепті де, яғни жалпы тұқым қуалаушылық генетиканың негізгі мақсаты бұл тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік белгілерінің, яғни пайдалы өзгергіштік белгілерінің дақылдарға берілу жолдарын анықтау мақсатында, зерттеу мақсатында жалпы өсімдіктер генетикасының молекулалық деңгейін немесе молекулалық тұқым қуалаушылық негіздерін білу міндетті болып табылады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды.